Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Бүгінгі әңгімемізді тыңдап, каналға жазылып лайк басыңыздар. Перзентханадан ата-енем, қайынсіңілім, қайныным, өз ата-анам шығарып салды. Үйге келдім. Үйде өте көп адамдар, бәрі көңіл айтып жатты. Бөлмеге бардым да бірден енемнен сұрадым. Қызым, Бекепнұл, Олжас дүниеден өтті деді. Не істерімді білмедім. Біреу үстімнен мұздай су құйып жібергенде, қалайша ғана дедім. Үнсіз ғана балама қарадым да жыладым. Сол күннен бастап жесір атандым. Мен ай күнім толғатып таксимен бара жатқанда әлгі апатта менің күйеуім көз жұмған екен. Не істерімді білмеймін. Үнсіз ғана жүрдім. Бұл әлем мен үшін бос көрінді. Жолдасымның ертесіне жетасын бердік. Жетасынан кейін ата-енем, өз ата-анам жолдасының 40 өткен соң үйге алып кетеміз деді. Не істерімді білмедім. Балам да тура күйеуімнен айнымай өсіп келе жатыр. Тәтті қылықтарын шығарады. Қысып жылап аламын. Ата-енем де үнсіз ғана көз жастарын сүртіп қояды. Әрине, күйеуіме деген сағынышым одан әрі арта бастады. Іздеп тұрамын. Әлі менің сағынышым ыстық суығым басылмаған кез еді. Қайныным тура менің жолдасымнан айнымайтын. Кейде ұрланып қарап қоямын денесіне. Кейде өзім жолдасымды қатты сағынам. Әсіресе түнге көпшікті құшақтап тұрып жылап алатыным бар еді. Солай мені 40-ада жеттік. Не істеймін? Үйге қайту керек. Қимастықпен ата-енемен қоштастым. Солай ата-енемді немерелерін қимай қоштасып көздеріне жас алды. Ай сайын барып немерелерін көрсетіп тұрам. Жас асса келген кезде маған бір әңгіме айтқан болатын.